Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде дүниеге келді. Іле Алатауының баурайындағы Үшқоңыр жайлауында туылып, бақытты балалық шағын өткізді. Ата-анасы Әбіш пен Әлжан ақкөңіл, қадірлі адамдар болған. Жас Нұрсұлтан өз қатарластарынан қайда болсын ең алдында жүретін. Жалғыз сыныпта емес, мектепте білімге құмар үлгіттар оқушы болды. Кітап оқуға деген қызығушылығы көп болатын. Ол әсіресе ежелгі аңыздар мен бабалардың наным-сенімдері туралы үлкендер айтатын әңгімелерді ықыласпен тыңдайтын. Әрине, бұл жолға түспес бұрын көп еңбектенді, көп тер төкті. Еңбек жолын Қарағанды облысы Теміртау қаласында металлургия кәсібінен бастаған жас Нұрсұлтан Назарбаев қадірлі, көмегі көп деген, еңбегі сіңірген қайраткер болып отыр. Елбасылық қызметін Нұрсұлтан Назарбаев 1991-2019 жылдар аралығында басқарды. Осы жылдар бойы елбасымыздың арқасында еліміз өсіп, өніп, жетіліп, алдымызға қойған мақсаттар мен жоспарларға жетуге көп үлес қосты. Өмірлік жары Сары Алпыс қызын кездестіргенде өмірі қайта гүлденгендей болды. Көп ұзамай сүйген жары дүниеге қызғалдақтай 3 қыз алып келді. Дариға, Алия, Динара. Қазіргі таңда осы өмір бойы істеген еңбегінің жемісін және 10 немересі мен 5 шөберелердің қызығын көріп отыр. Мен қазақ тарихында есімін алтын әріппен жазған елбасымыздан, руханияттың қайнар көзіне айналған тұңғыш президентімізден үлгі аламын. Бүтін бір ұлттың тұғырлы тұлғасына айналған Нұрсұлтан Назарбаев тек менің ғана емес, барша қазақ жастарының идеалы. Небәрі 30 жылдың ішінде қазақ елін тәуелді отар елден гүлденген, аяғына нық тұрған экономикалық тұрақты елге айналдырған Нұрсұлтан Әбішұлына мың алғыс.